Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Көз алдыңызға елестетіп көріңізші. Сіз шын сүйетін адам, жаныңызды беруге дайынсыз. Ешқандай шартсыз, себепсіз жақсы көресіз. Күні-түні сол бір жанды жайлы ойға батасыз. Бар жолыңызбен мейіріміңізді үйіп төгесіз. Сіздің өміріңізге шуақ болып жарық беретін бағалы адам. Ол не десе сіз бәріне дайынсыз, көмек беруге, қолдауға, қиналып қалғанын қаламайсыз. Жыласа жұбатуға, құласа тұрғызуға даярсыз. Ол бір көмекке мұқтаж болып қалғанын елестетіңіз. Сізден көмек сұраса да, сұрамаса да. Сіз барыңызды салып қол үшін создыңыз. Шын ниетпен, ақ көңіліңізбен, ыстық махаббатпен. Оның жағдайы жақсарды, бірақ сіз берген көмекті ұмытып, бәрін өзім жасадым деп, сізді ойыңызға да алмай естен шығарды. Сезініп көріңізші, сіз қандай күйде боласыз? Адамдарды жаратушымен қарым-қатынаста дәл солай жасап жатады. Жеткен жетістік, келген табыс, байлық, көлік, атақ, бәрі менікі. Бәріне өзім жеттім деп тәкаппарланып кетеді. Ал онда құрсақта жатқаннан өмірге келгенге дейінгі және ары қарайда пенде үшін жол ашып, қамқор болып, бәледен сақтап, бәрін беріп отырған жаратқанын Алла қайда қалды? Алла бізге мұқтаж емес, біз құлдар, Аллаға мұқтажбыз. Қандай іс жасамасақ та бізді кешіреді, қол жайып сұрағанымызды қалайды. Бұл өмірде менікі дейтін ешкімде, ештеңе де жоқ. Күйеуіңіз ба, ол Алланікі. Балаң ба, ол да Алланікі. Атанаң ба, олар да Алланікі. Ал өзің ше, өзің де Алланікісің. Және Аллаға ғана қайтамыз. Қолыңдағы нығметті Құдай берді, басқа ешкім емес. Ол қаламаса ештеңеге жете алмас едің. Жүректеріміздің дегіні, көңілдің түбіндегі бәрін Аллаға қазір көріп тұр. Сізді естіп тұр, ешкім білмейтін, ешкім естімеген ойларыңызды хабардар. Қайғыда да, қуанышта да жаратушыны ұмытпай, жүректе разылық толтыру иманың. Осы ақпарат сіздерге пайдалы болса, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар.